Оқушы алгебра 7 сынып 2 нұсқа. Бірінші есе бір мүшені стандарт түрге келтіріп, коэффициентін анықтаңыз. 4х квадрат y3 көбейту 1,5 x-тің 3 дәрежесі көбейтілген минус 2 y-тің 5 дәрежесі. 1,5-ға 2-ні көбейтсең 3 болады, 3-ке 4-ті минус 12 болады. X-тің 2 дәрежесі, X-тің 3 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі болады. Y-тің 3 дәрежесі мен Y-тің 5 дәрежесі, Y-тің 8 дәрежесі болады. Сонда бізде жауабы коэффициентім саны минус 12 болады. Жақсы. Екінші есе параллелепипедтің көлемін табуға арналған өрнекті жазып, оны стандарт түрге келтіріңіз. Көлем деген ені, ұзындығы, биіктігін көбейтеміз. Сонда бізде көлемі 3х квадрат y-тің 5 дәрежесі көбейтілген 6x-тің 4 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі көбейтілген x-тің 3, y-тің 2 дәрежесі болады. Сонда мен 3-ке 6-ны көбейтем, 18 болады. X квадрат, x-тің 4 дәрежесі, x-тің 3 дәрежесі. Яғни 5, 9, x-тің 9 дәрежесі болады. 6, 9. Және y-тің 5, 5-ке 3-ті қоссаң 8, 8-ге 2, 10 дәреже болады. Стандарт түрге келді. Үшінші есеп көп мүшелерді қосып өрнектерді ықшамдаңыз еді. 3а квадрат минус 2а қосылған 6. Қосылған 4а квадрат плюс 7а минус 8. Тең 3аға 4аны қоссақ 7а квадрат, 2аға қосамын 7аны, яғни таңбалар әртүрлі, қосылған 7-ден 2-ні азайтам 5а болады. 6-дан азайтам 8-ді минус 2 болады. Төртінші есеп көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз еді. А есебінде 2х а минус б қосылған 4y а минус б. Яғни а минус б екеуіне ортақ бір жақшаға аламын, көбейту қылып 2х қосылған 4y-ті бір жақшаға аламын. Ары қарай тағы жинақтаса болады. Жақшаның ішінде 2 мен 4 ортақ сан. Яғни екеуіне де ортақ 2-ні жақшаның сыртына шығарып, а минус б жақшаның ішіне x қосылған 2y деп жазсақ болады. Б есебінде 5а минус 5b қосылған am минус bm. Яғни бұл жерде 5-терді жақша сыртына шығарамыз. 5а минус b қосылған m-дерді жақша сыртына шығарсақ m а минус b болады. Сонда ұқсас мүшелерді а мен б-ны жақшаның сыртына шығарамын екеуін. Көбейтілген екінші жақша 5 қосылған m болады. Жақсы. Бесінші есеп бізде а есебін а-ның мәні берілген 3х минус 5 деп, б-ның мәні берілген 7х қосылған 1 деп. А мен б-ны көбейт деді. Яғни 3х минус 5-ті көбейтемін 7х қосылған 1-ге. Сонда бізде жақша ашамыз. 3х-қа 7х 21х квадрат болады. 3х-қа 1-ді көбейтсек 3х-тің өзі болады. Азайтылған 5-ті 7х-қа өсің 35х болады. 5-ті 1-ге өсің минус 5 болады. Тең 21х квадрат. 3х-тің азайтамын 35х болады. 32х болады. Азайту 5. Келесі бізде m-ның мәні 4х, n-ның мәні 5х деп берілген. m мен n-ді көбейт деді. 4х көбейту 5х болады, 20х квадрат болады. Егерде x-іміз 2-ге тең болса дейді, онда а, б көбейтілген m, n-ді тап дейді. Екеуінің айырымының мәнін тап дейді. Азайтамыз. А, б бізде 21х квадрат минус 32х минус 5 mn деп отырғаным. Айырмасын тапсе 20х квадрат болады. Сонда бізде 21-ден 20х-ті азайтсақ х квадрат болады. 32х минус 5 болады. Яғни орнына мәнін қойып шығайын. Х-тің орнына 2-ның квадраты азайту 32 көбейту 2 азайтылған 5. Сонда 4
азайтылған 64 азайту 5. Мынау бізде екеуін азайтсақ 60 болады. 60-тан азайтан 5-ті минус 65 деген сан шығады. Жақсы.